Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге керемет осындай жеңіл, мерекелік салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін қайнаған жұмыртқаның сарысы, картоп, сыр, жұмыртқаның ағы және де тауықтың еті керек болады. Барлық заттарымызды үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Тауықтың етін майдалап, турап дайындап аламыз. Ең алдыменен картопымызды осылай салып, шеттерін торлап, тегістеп салып шығамыз, және де оның үстінен майонез жағып шығамыз. Барлық заттарымыздың арасынан майонез жүргізіп отырамыз. Қасықтың көмегіменен осылай тегістеп жағып отыру міндетті. Сонда формасы әдемі болып шығады. Бұл салат өте нәзік, жегенде жеңіл болады асқазанға. Енді келесі бізде тауық еті. Оны да жақсылап салып, шет-шеттерін жинап, майонезбенен жүргізіп аламыз. Енді жұмыртқаның сарысын салып, оны да шет-шеттерін жинап, әдемілеп салып шығамыз. Жұмыртқадан кейін майонезімізді қасықпен жағып шықпасақ та болады, өйткені көтеріліп кетеді. Енді бізде сырды саламыз. Сырды да көбірек салсаңыздар, биік болып, салаттарыңыз әдемі болып шығады. Сырдан кейін майонез жағып, шеттерін турлап аламыз. Ең бетіне енді бізде жұмыртқаның ағын салып, майонез жағып, тегістеп шығамыз. Формасының бәрін әдемілеп келтіреміз. Міне салатымыз дайын. Енді оның ортасындағы бокалымызды ұқыптап айналдырып аламыз. Бетін мен осылай анарменен сәндеуді жөн көрдім. Өте нәзік, ерекше болып көрінеді, көрінісі де. Дастархандарыңызды ашып, қонақтарыңызды таң қалдырады деп сенемін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда түрлі рецептер бар. Салат ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.